Muchacho bugün nane tek bugünkü bonus bölümümüz басталды. Енді бүгінгі бөлімдеріміз не істейміз? Әрине нештейін бірден сатушы кіріп сатушы не дейді екен бізге? Тек саламатсыз сатушы болмыш бірден айтайын, тегін бермеймін дейді. Жоқ, мен сізден ешқандай да тегін алмаймын, өзім ақшам бар, сондықтан уайымдамай-ақ қойыңыз ешқандай да. Тек мен өзіме бір дубинка алсам деп едім. Тек дубинканың бағасы қанша теңге екен, соны білейін деп едім. Тек дубинка қанша теңге қазір көретін боламыз. Тек дубинка 200 теңге дейді, е. Сондықтан біз 200 теңгеңізді бердік, ал енді біз дубинкамызбен қоса шыға берейік. Тек бізде 1350 теңге қалды. Біз бұл 1350 теңге не істейміз? Тек мына полицияларға барып қайтайық. Документіңді көрсетші. Аға, менде документ жоқ, ренжімеңізші. Мен енді аламын, бірақ қай жерден алу керек екенін айта аласыз ба? Әнештен. Рахмет, үлкен рахмет аға сізге. Жақсы, мен тыныш жүремін. Жақсы, ешкімге айтпаймын. Болды, мен документімді алып келейін. Право дейін деп отырмын. Тек документім ол осы знакта секілді. Өзім ішім солай ойлап тұр. Ішім алдамайды деген ойдамын. Ішкі жан дүнием. Тек осы жақта, не дейді сатушы? 1000 теңге документ жасау дейді. Жақсы. 1000 теңге болса, 1000 теңге болсын. Менің атым Нани, және туған жылым 19-12 ай 2004 жыл. Тек жазып болдыңыз ба? Енше сундуктан ала берем ғой. Ал ендеше жақсы сундуктан алатын болам. Тек о дайын екен. 1000 теңгемді бірден салайын. Тек. Мынау 8000 1000 теңге міне болды. Тек енді документімді алам. Документім өзім қолымда. Алынше сау болыңыз, жақсы, мен кете берейін енше. Тек есіктерін жауып кетейік. Тек енді менде документім өз қолымда, ол дейтін өте жақсы. Тек мына жақта бутылкасынан апайға барып қайтайын. Не қызық болып жатыр екен? Бірінші мына кісіге барып қайтайын, мақтанып қайтайын. Фу, болмы жоламаш, өтініш дейді. Ойбай, мына кісіге не оққан? Адам менсінбейтін оқапты. Бутылка әкелдің ба? Апай, ренжімеңізші, мен бутылка әкелмедім. Келесі жолы сізге әкеп беремін, сөз беремін, жақсы. Окей, сау болыңыз. Тек мына кісіге барып көрейік. Фу, болмыш дейді. Майнан бүкіл болмыш деп менсінбей жүр. Әлі көресіңдер, мен әлі дейтін дамитын болам. Көресіңдер сендер әлі, мен әлі дамимын. Осы сөздерін жаттақ қалыңдар. Фу, болмыш деген сөздерін жаттақ қалыңдар. Әлі көресіңдер мен. Тек енді біз қазір не істейміз? Тек осы шеттен андай не бар деп естідім, мындай ойын сауық дейма сондай. PlayStation деді ма? Қандай бір бәлет, соған барып көрейік. Не дейді? Ақшам жоқ па, келмеші дейді. Ой, ақшам жоқ ал, ренжімеңіз, менде ақшам жоқ, ақшаны қайдан тапсам болады. Не дейін ба? На кеңседен. Жақсы, үлкен рахмет, менге ақша жинап келетін болам, жұмыс істеп. Тек осы зданиедан жұмыс бар дейді, осы яқтан ақша табуға болады дейді, және көретін боламыз, ол өтірік па, рас па, шын ба, әлде алдау ма. Тек саламатсыз ба апай, бастықшы өзінде ма? Рахмет, өзінде болса, тек мен кіріп шығайын бірден. Тек есік тұрамыз, кір дейді, және достар, менгі қалтада кешірім сұрайым, сөздерім не оқып отыр. Кешірім сұрайым, саламатсыз ба, мен жұмыс істеуге келіп едім. Газет таратам, 10 газет таратам, содан 1000 теңге берсе. Жақсы, мінекей мен сізге документімді ұсынайын, документімді көріп шығыңыз, тек қарап шығыңыз, тек қарап болдыңыз деген ойдам, ендеше документімді ала берейін. Жақсы, тек енді жұмысқа тек қана документімді тұрғызады ғой, сондықтан енді тек енді 10 газет алам, және ақшамды болғаннан алып келетін болам. Тек енді достар, мен бұл газетті тезірек таратып келейін, тезірек мынандай бөліп қойайын, инвентарыма. Ол маған өте ыңғайлы болады. Сол себептен мен бөліп қойып жатырмын достар. Тек мен мына шеттегі бір полицияның несіне апарып келейін. Тек осы полицияның несі бөлім жұмыс істейтін орындар деп айталам. Тек міне уақыттардың болды, сіздің газетіңіз дайын. Енді достар, мен тезірек бітіріп тастайын, және газеттерімді таратып біттім достар. Енді мен бірден ақшамды ала берейін.
мен бастыққа кіріп баратырмын. Жақсы. Так, опа, мен қатыда кешірім сұраймын сендерден. Және 1000 теңгемді алдым. Менде 1350 теңге. Бұл дейтін өте керемет. Жақсы, мен келіп тұратын боламын. Сау болыңыз. Так, сізде сау болыңыз. Жақсы, мен кеттім енді. Так, 1350 теңге, достар. Ойлаңашы, ё-мое. 1350 теңге, бұл мен алғашқы жұмысым. Охренеть, өте керемет. Өте керемет дейтін сөзді өте көп айтып кеттім. Так, енді біз мына қонақ үйге келдік. Так, қонақ үйге қош келдің дейді. Қош көрдік. Мен енді өзіме бір бөлме алайын деп едім. Қанша теңге? 500 теңге. Бұл дейтін өте жақсы. Мен мына 500 теңге уже бар менде. Сундыққа салам ғой. Так, сундыққа салайын. Жақсы. Енді былай қашыңыз менге. Қолым тиіп кетті. Кешіріңіз. Мен кілтті аламын сундықтан. Так, үйімнің кілтін алайын. Так. Және анау тұрған менің үйімнің кілті секілді. Так, мен любой үйде барып ала саламын. Бірінші апайдан кешірім сұрайын. Апай, кешіріңіз. Жақсы, кіре бер дейді. Жақсы, ендеше мен үйіме кіре беретін боламын. Лифт істеп тұрса болғаны. Так, лифтті ашамыз. Және екінші этажда мен үйім, екінші этаждағы үйіме өте қатты ұнайды. Сол себепті мен екінші этаждағы үйді алам. Так, құлттап алайық. Так, енді осы шетке біз дейтін шамалы жататын боламыз. Ал ендеше достар, сендермен бірге болған мен Нани және Бомж бар. Егер де бұл видео сендерге ұнаса, лайктармен қолданды. Ал ендеше достар, қош, сау болыңдар. Подпискалан, басында колокольчикті басып қойыңдар, сол кезде видеоларымды жібере алмайсыңдар. Давайте.